Қайырлы күн достар, бүгін бізге ерекше шығарылым. Себебі не үшін десеңіз, біз өзіміздің оқырманымызбен сыйлық таңдайтын боламыз. Себебі алдын мен сторисіме салған болатын, оқырман келіңіздер, мінекей келді. Есім кім? Айбол. Негізі көп адам келеді деп ойлағам, бір 20 адам келетін шығар деп аз дегенде. Бірақ Айболдың өзі жалғыз келді, енді амал нешік. Енді білмеймін, көп адам сенбеді ме или түсінбеді ма, мен солай ойладым енді. Алматы қаласында осылай, егер болсаңыздар, осылай келіп қатыссаңыздар болады. Мен сторисімде хабарлаймын. Сондықтан да біліп жүріңіздер. Сонымен, Айбол қандай сыйлық түседі екен? Көрейік. Таңда. Жүрегіме жақын болып тұрғаны мынау. Ортасы ма? Ортасынан таңдадың, иә? Соңғы нақ жауабың. Иә. Сонымен көрейік қандай сыйлық түседі екен. Ашып көр. Не шықты? 2000 теңге. Алдыңғы неден бәрі 10.000 теңгелеп алып кетіп отыр еді, соңғылардың бәрі 5.000 теңгелеп, саған енді 2.000 теңге түсті. Енді амал нешік, сол енді тағдыр созды шығар. Достар, бүгінгі біздің шығарып жатқан шығарылымның басты мақсаты бұл осы YouTube форматтың біз 100.000 оқырманға жетеді. 100.000 оқырманға жетсек, бір оқырманымызға iPhone 16 сыйлайтын боламыз. Сондықтан дереу тіркеліңіз, лайк басыңыз және достарыңызға жіберіңіздер. Солай ма? Сен де бірдеңе айтасың ба? Енді бұл енді біз сияқты блогер болмағаннан кейін сөзге шорқақтау болып тұр, бірақ солай енді. Айбол, өзің бізді қанша уақыттан бері көресің? Сізді 4 айдан бері көремін. Осы технологияны дамытуға, осы үлес қосып жатқаныңызға мен қызығамын осылай. Өзімде солай бастасам ба деген ниет болып тұр. Баста. Себебі бізде қазақша жүргізетін адам жоқ, аз, онысын сапалы жүргізетіндер жоқ. Біз өткенде Барселонаға барған кезде іште күйініш болды. Біз қазақта шынымен жоқ па деп, сондықтан мен YouTube'ды бастап кеткен себебім сол. Қазақстанда YouTube, қазақша техноблог жоқ болғаннан кейін, соны бастап тезірек осы 100.000-ға жеткізу үшін мақсатта осы ақша таратып бәрі сәт. Себебі 100.000-ға жеткізетін болсақ, енді оқырмандарыма да бір пайдасы болсын дедім. Сөйтіп осылай ақша таратып, ақшалай сыйлықпен қанша айтым бар енді сол. Солай достар, енді барынша қолдауыңызды күтеміз. Сонымен бізде екінші бөлімге дегенде, екінші бөлімде білесің, алдында естіген болатын болсаң, әр тапқан дұрыс жауабыңа саған ақшалай 1000 теңгеден алып отырасың. Соңғысын ғой. Хотя бы таксиге шығарып отырасың. Енді бірінші сұрақ. Қай компания бірінші бүктемелі смартфон шығарды? Samsung, Huawei, Motorola, Xiaomi. Бүктемелі смартфон қайсы шығарды? Samsung, Huawei, Motorola, Xiaomi. Менің ойымша Samsung деп ойлаймын. Әрине Samsung болмағанда кім? 9000 теңге. Әр дұрыс оққан. Екіншісі, қай смартфон алғашқы болып 1 терабайттық жадымен телефон шығарды? 1 терабайт жадымен. iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy S10 Plus, Xiaomi Mi 10 Ultra немесе OnePlus 9 Pro. Қайсы? 1 терабайттық жадымен телефон шығарды. 1 терабайттық. Xiaomi деп ойлайсың ба? Mi 10 деп ойлаймын. Ең бірінші Samsung екен. Samsung Galaxy S10 Plus деген. Қай компания ең алғаш жылдам зарядтау технологиясын енгізді? Қазір айтады ғой, fast charge, hyper charge дегендер бар ғой. Соның ең жылдамын қайсысы бірінші шығарды? Apple, Samsung, Oppo, Google қайсысы? Менің ойымша Samsung. iPhone. Жоқ, өкінішке орай Oppo. Өзің білесің қазір, iPhone-ның әлі күнге дейін 20 ватт жылдам зарядтау. Samsung-тікі 180 ватт, 40 ваттқа дейін. Қытайдың телефондары, уже білесің, 120 ваттқа дейін тез зарядтайтындар бар. Ол яғни ең жылдам солар. Одан кейін келесі. Сол үшін саған бір мүмкіндік берген едім негізі. Келесі. Смартфондағы NFC қандай мақсатта қолданады? NFC деген бар ғой. Вирустан қорғау, дыбысты жақсарту, төлемдерді жасау немесе құрылғылар арасында дерек алмасу. Немесе 5-ші камера сапасын жақсарту мақсат. NFC деген нәрсе. NFC. Жазылып тұрады ғой, NFC, поддерживает NFC деп тұрады ғой. Телефондар не ол зат деген. Неге көмектеседі ол? Вирустан қорғай ма, дыбысты жақсарта ма, камераны жақсарта ма, немесе төлемдерді жасау үшін қолдана ма? Яғни оплата. Төлем жасау үшін. NFC. Камераны жақсарта ма? Жоқ, төлем жасау үшін. NFC деген сол жауап. Жалпы төлем жасау үшін, егер сен NFC болмаса, төлем жасай алмайсың. Бана телефонмен былай бүйтіп төлем жасайтындар ғой. Соны NFC дейді.
Енді келесі сұрақ. Сені қажет 4 сұрақтың 3 сұрақтың біреуіне жауап бердің ба? Ең алғашқы операциялық жүйе қалай аталады? Windows 1.0, Unix немесе MS-DOS немесе Linux? Біріншісі қалай дедіңіз? Сұрақтарын қайталау. Ең алғашқы операциялық жүйе қалай аталады? Windows 1.0 немесе Unix немесе MS-DOS немесе Linux? Unix. Керемет, дұрыс жауап бердің. Молодец. Құттықтаймын. Қанша 4 теңге алдың ба? Молодец. Одан кейін келесі. Бізде қайсысы қымбат деген табатын болсаң, саған 1000 теңге беріп отырамыз. Сонымен, мына жерде қайсысы қымбат? MacBook Pro 4 немесе MacBook Air M3 қайсысы қымбат? Біріншісі деп ойлаймын. MacBook Pro 14. Әрине біріншісі. Құттықтаймын. Дұрыс таптың. Одан кейін мына екі Dyson қайсысы қымбат деп ойлайсың? Екіншісі. Өкінішке орай біріншісі. Мына Pink Gold деген өте нетсіз. Одан кейін мынау қайсысы қымбат деп ойлайсың? iPhone 16 Pro жаңа шыққан немесе iPhone 15 Pro Max? Pro Max. 15 Pro. Құттықтаймыз. Мінекей достар, бүгін бізде қайсысы қымбат дегенде аяқталды. Сонымен сен қанша ақша ұттың? 6000 теңге. 6000 теңге ма? Точно? Құттықтаймыз достар, бүгін мынау YouTube-қа келді, мына 6000 теңгесін алды. Құтты болсын. Енді достар, сіздер де бізге тіркеліп кетіңіздер, себебі 100 мың оқырман жететін болсақ, iPhone 16 бір оқырман сыйлайтын боламын, себебі енді біз бірақ мақсат Қазақстанда қазақ технология дамыту. Сондықтан да дереу тіркеліп қолдау көрсетің, себебі бүгін біз ерекше шығамын деп ойлаймын. Айбол осы келіп қолдағаны үлкен алғыс, себебі мен Инстаграмға шығардым, бір 10 мың адам көрді, соның ішінен сен жалғыз ғана келіп отырсың. Мен өзім таңғалып отырмын. Мінекей осылай достар, сондықтан да барынша қолдауларыңызды білдіріңіздер. Рахмет баршаңызға. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Қолдауларыңызды күтеміз. Қазақша технология дамытайық ағайын. 100 мыңға жеткізейік. Мақсат сол. Бірге жасасақ бәрін.